Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге вафельная крошканың жасалу жолын көрсететін боламын. Бұны тортты қаптауға және начинка ретінде де пайдалануға болады. Бізге ең алдымен жұмыртқаның ақуызын және қант ұнтағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғанымыздан кейін бөлме температурасына тұрған жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді електен өткізіп алған ұнымызды салып, бір келкі масса болғанға дейін венчиктің көмегімен жақсылап әдемілеп араластырамыз. Арасында түйіршіктер қалып қалмау керек. Қамырымыз міне дайын болды. Бір келкі масса болғанға дейін араластырдық. Енді біз пергамент қағазымызға өте жұп-жұқа етіп жағып шығамыз. Қалың етіп жақпайсыздар, жұқа етіп жағасыздар. Сол кезде вафельная крошка әдемі болып пісіп шығады. Мінекей барлығын бір келкі жағып алдық. 180 градуста 2-3 минутта пісіп шығады. Пісіп шыққаннан кейін 1 минуттан кейін өзі суып қалады. Осылай вафельный крошка пергаментпен оңай алына береді. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айзада. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар.